Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Есімім Айдос Оңласбекұлы. Біз сіздермен бүгін қалай видео жасауға болады, яғни Инстаграмға, Ютубқа, кез келген платформаға дайын видео жасауға болады. Өзіміз жайында, саламыз жайында, сол жайында айтатын боламыз. Ол үшін біз Play Market'тен егер iPhone болатын болса iOS-тан earshot бағдарламасын басып аламыз. Ол міне үстінен астыға қарай санаған кезде 5-ші түр earshot. Осы earshot бағдарламасын жазып аламыз телефонымызға и кіреміз. Кіргенде осындай видео, фото және коллаж тұрады. Соған видеоға басамыз. Жаңа видео новый дегенге басамыз. Мына жерден біз таңдаймыз. Өзімізге қандай видео қажет, соған осының ішінен таңдап аламыз. Мысал ретінде айтатын болсақ, бізде мына видеоны таңдаймыз. Осы видеоны таңдадық. Мынау түнгі қаланың бейнесі. Бұны біз керек жерін кесіп аламыз енді. Ең алғашқы керек жерін кесіп алу қажетпіз. Онда қалай кесеміз? Сол жақта обрезать деген қайшы тұр. Осыны басамыз. Мына жерде видеоны бөлуге болады. Екі бөлікке кесіп алуға болады. Және керек жерін кесіп алуға болады. Ал біз керек жерін кесіп аламыз мысалы. Мысалы айтатын болсақ, осы жерден бастап мына жерге дейін 4 секунд керек делікті. Бұл мысал ретінде кесіп алдық. Қосып көреміз. Осы жері. Енді бізге келесі видео керек. Тағы да плюске басамыз. Видео. Енді керек жерін кесіп аламыз. Бізге мысалы ретінде мына видео дейік. Болмаса мына жерден кесіп алсаңыз да болады. Дайын қайшыны басамыз. Қай жерін кесеміз? Осы жерден бастайды. Мысалы ретінде мына жерге дейін дейік. Готов. Дайын. Қосылды. Бізде қазір мына видеодан кейін автоматты түрде мына видео шығып кетеді. Бұл жерде бізде формат дұрыс берілмеген. Көрдіңіздер ме? Форматты дұрыс беру үшін біз тік тұрған видео немесе көлденең тұрған видео. Соны шатастырмауымыз керек. Мынаны басып қазір біз. Мына жерде вырежь дейді, кесу батырмасын аламыз және мына жерден аламыз да. Видеомейкер. Таңдап алдық. Енді қараңыздар. Кесіп алдық. Енді бізге осылай сіздер неше видео қажет кесіп ала бересіздер. Мына жерде мысалы видеоның дауысы керек емес бізге. Осылай өшіп тастаймыз. Мына видеоның да дауысы керек емес бізге. Оны да өшіп тастаймыз. Дәл сол сияқты мына жерде түрлі нелер бар, функциялар бар. Түрлі функциялар. Астына музыка қоясыз, стикер қоясыз, жазу жазасыз, видеоның жылдамдығы деген сияқты түрлі кіріп, көріп, басып көрсеңіздер болады. Бізге енді осы видеоның астынан музыка, яғни әуен қоямыз қазір. Мына жерден қалаған музыкаларыңызды, earshot'ның өзінің ұсынған музыкасын, болмаса өзіміздің телефонымыздағы музыканы қойсақ болады. Және мұнда звук эффекттер бар, түрлі эффекттер. Астына өлең қоятын болсақ, мысалы біз мына өлеңді қоятын болсақ,
использовать кетті. Осылай қоямыз өлеңімізді. Окей, басамыз. Бізде видео дайын. Дәл осы секілді сіздер астына музыкасын қойып, түрлі видеоларды құрастыра аласыздар. Және болған соң, дайындап болған соң, сохранить батырмасын басып, мұнда сапасы қаншалық дәрежеде соны көре аласыздар. 1080 пиксельге дейін болады, 720, 640. Дәл осы настроить дегенді басып, өзіміздің қалағанымызша қоя аламыз. Мен мысалы 2300-де қоям. Бұл кезде бізде сапасы өте жоғары болады. Және мұны бізде сақталады. Бізде осылай 100% болып сақталады. Сақталғаннан кейін басып, видеоңызды дайын күйінде көре бересіздер. Жақсы, барлықтарыңызға түсінікті деген ойдамын. Бұл қысқаша сіздерге түсіндірме болған болатын. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік.